She calls me day and night. I'm sorry girl, you just don't make me feel right. Сәлем, сіздермен Ақнұр. Бұл видеодан жас түлектің жазғы дайындығының бір күнін көре аласыз. Таң атысымен дайындықты бастадым. Күнімді жоспарлап, бүгін жасайтын істерімді реттедім. Алдымен физикадан есеп шығарып, теорияларды қайталадым. Математикадан да бірнеше есеп талдадым. Курстағы сабақтарды қайталап қарап шықтым. She calls me day and night. I'm sorry girl, you just don't make me feel right. Кейін тарихтан конспекті жаздым. Түстен кейін тарихтан бірнеше тақырыптар оқыдым. Физикадан курс сабақтарын тағы да қайталап көрдім. Барлық жоспарларымды кешкі 7-ге дейін орындап болдым. Кейде мүлде жоспарлар орындалмайтын күндер де болады. Бүгінгі күннің осылай сапалы өткеннің себебі 8-де тұрдым. Кейбіреулер үшін 8 кеш болуы мүмкін, бірақ мен соңғы кездері режимімді дұрыстай алмай жүрмін. Енді қалған 5 сағатымды қалағанымша өткізе аламын. Осы бос уақыт ішінде сіздер сұраған сынақ тесттерінің нұсқаларының сілтемелерін Инстаграмның биосына көшірдім. Көмегі тиеді деп ойлаймын. Күнделікті ұйқыға 11-де жатамын. Мысалы, бүгін 11-ге дейін видео сабақтар қарадым. Ертең уақытымды алмас үшін келесі күнге жоспар құрдым. Дәл осылай күнім аяқталды. Calls me day and night. I'm sorry girl, you just don't make me feel right. I never meant to make you cry, you were right. Just leave me be, I'm not gonna put up a fight. And every time you wake up feeling worse and then you check the time. It's never what it feels like, just throw me a dime. If everything was good, then you would feel alive. If everything was good, then you would feel alive. Everything was good, then you would feel alive. If everything was good, then you would feel alive. Қазір тарих оқығалы жатырмын. Оның бір себебі үйде Wi-Fi істемей қалды. Егер Wi-Fi істесе, мен басқа нәрсе істеп жатар едім осы кезде. Басқа істейтін ештеңе жоқ. Осы тарихты оқимын. Егер менің бұрынғы видеоларымды қарасаңыздар, бұрынғы дегенде осыдан 1 ай бұрынғы видеоларымды қарасаңыздар, мен барлық тақырыптарда толықтай маркерлермен сызып тастайтынмын керекті ақпараттарды. Қазір осылай қаламмен сызып қоямын. Себебі маркерлерімнің барлығы жоқпай қалды. 4 маркер алғанмын, 1 айдың ішінде қалғаны осы. Мұнаның өзі дұрыс шықпайды. Осы біреу ғана қалды. Енді мына тақырыпты оқу үшін осы тақырыптың жалғасы керек, сондықтан да қазір барып қағаздарын шығарамын. Видеомды қарағаныңызға рахмет. Келесі кездескенше.